Ассалаумағалейкум Хамиге, ассалаумағалейкум құрметті трейдерлер. Міне осы күн, міне осы уақыт, міне осы уәде қылынған ICT-дің сабақлықлары. ICT менторшип эпизод 1 сабақлығында біз сізбен көрісіп тұрмыз. Сабақлықлардың қысқаша форматына тоқталып өтетін болсақ, америкалы белгілі трейдер Майкл Хаддисонның дүния трейдерлері тарапынан тан алынған стратегиялар жәрмеңбесі, яғни ICT деп аталушы стратегиялар жәрмеңбесіменен біз сіздерді эпизодтарға бөлген халда, яғни эпизод 1, эпизод 2, эпизод 3 даже давам етеді. Құда қаласа, соларға бөлген халда ICT бойынша малуматларды һәм өзім білген, өзім түсінген информацияларды сіздерге беріп барамыз деген мақсатте бүгін бірінші сабағымызды бастамақтамыз. Бұл әлбетте жаңа бастаушы трейдерлер, яғни бұл тарауда енді үйреніп, бұл тараудың малуматларын енді үйреніп отырған бастаушы трейдерлерге жүдә һәм пайдалы болады деген үміттеміз. Бұнан басқа да дүния базары, яғни онлайн трейдинг базарында, әсіресе Forex базарында белгілі бір стратегияға тоқтай алмай жүрген трейдерлеріміз үшін қосымша малумат сипатында өзінің пайдасын тигізеді деген үмітпенен сабақлықларымызды басламақшымыз. Сабақлығымыздың басында бір нәрсені айтып кетуім керек. Біз сіздерге үйретпекші болып отырған бұл ICT стратегиялары, жаңа жоғарыда айтып өткенімдей, америкалы белгілі трейдер Майкл Хаддисонның стратегиялары болып есептелінеді. Біз тарапымыздан ешқандай бұл неге бір жаңалық кіріткен жеріміз жоқ. Әммесі сол Майкл Хаддисон тарапынан істеп шығарылған стратегиялар жәрмеңбесі хақында малуматлар болады. Бұл малуматлар Майкл Хаддисон тарапынан YouTube'да 2017 адаспасам соннан бері қойып келмекте. Beeple, яғни сол Beeple сабақлықлар топламын англишан тілінде, егер англишан тілін жақсы білмейтін болса, оларға қиын болады, олар YouTube'дан үйрену. Біз соған қосымша бір жәрдемші сипатында сабақлықларды басладық, яғни қарақпақ тілінде. Осы Майкл Хаддисонға тиесілі ICT стратегиялар жәрмеңбесін осындай эпизодтарға бөлген халда сабақлықлар сипатында сіздерге үйретіп барамыз деген мақсатты алға қойған едік. ICT бастаушы трейдерлері үшін біз ICT-дің сабақлықларын 3 бөлімге бөлген алда үйренуді мақұл көрдік. Бұл бөлімдерге келетін болса, бірінші бақа элементлері, екінші уақыт элементлері, үшінші ICT қосымшалар. Біз бірінші бөлімге, қазіргі моментте бірінші бөлімге тоқталамыз, себебі сабақлықтың баслануы осы бірінші бөлімнен басланады. Яғни бірінші бөлімде біз liquidity дегеніміз не? Екінші order block, үшінші PVG, төртінші inversion PVG-лар хақында эпизодтарға бөлген халда осылар хақында малуматлар беріп барамыз. Яғни бірінші эпизодта біз сіздермен liquidity хақында толығырақ малумат үйренеміз. Так, liquidity дегеніміз не? Liquidity бұл кіші базар қатынасушыларының бұйрықтары, яғни ордерлері есептелінеді. Стоп-лосс, buy-stop, sell-стоплар жайласқан орын есептелінеді. Базардағы баға үшін мотор бензині қызметін атқарады. Максимумлардың жоғарысында, ал минимумлардың төменінде жайласқан болады.
Сол жерде және бір нәрсені қосымша қылып кетпекшімін. Мен өзім сілерге бере жақ болған маалыматларды, яғни ICT бойынша білімлерді Майкл Хаддиксонның ютубтағы форматындағыдай қылып өте алмаймын. Себебі ол жерде әрбір элемент үшін 2-3 сағат уақыт ажыратылған. Егер ондай форматта өтетін болсақ, біз көп уақыт жоғалтып қоюымыз мүмкін. Себебі қазір Майкл Хаддиксон 2017 жылдан бері жағына да елі давам етіп кетіпті ұлыма стратегиялар хақында білімдерін. Елі тоқтаған жоқ. Общий базовый білімдерін беріп болған болса да, елі бүгінгі күнде ютубы жүріп тұрды. Ютубқа кіріп Майкл Хаддиксон ICT деп жазсаңыз, өзі шығып келеді. Сол жерде английский форматындағы англишан тіліндегі сабақтылықтарынан көріп барсаңыз болады. Соның үшінен біз жаңағы алдыңғы слайдтағы мынандай 3 бөлімге бөлген алда основной тек арғы дегендерді үйрету үшін осындай 3 бөлімге бөліп алдық. Себебі ICT әр бір элементті бір кішкентай майда элемент үшін 2-3 керек болса хаптелеп өтіп барған общий. Біз енді бұны қысқартырған халда, яғни керек деген жерлерін, яғни келешекте сауда қылу дәуірімізде өзінің пайдасы тиеді деген маалыматларды қысқартылған, яғни тығызлаған халда мынандай 3 бөлімге бөліп, әрбір бөлімнің эпизодлар халатында біз сілермен өтуді мақұл таптық. Так, басқа жаққа отлап кетпейміз. Бүгінгі темаға қайтамыз. Яғни liquidity кіші базар қатынасушыларының бұйрықтары, яғни ордерлері есептелінеді дедік. Бұнда нені түсінсек болады? Так, біз білеміз, базарды басқарушы шақсылар, яғни субъектлер, объектлер бар дедік. Яғни бұл жерде бірінші халықаралық банклер, крупный китлер, хедж фондлар, яғни бұнан басқа да маркет мейкерлер, базарды басқарушы үлкен саудагерлер деп алатұғын болсақ, ал біздер, яғни майда шүйде даже $1 миллион дейін базарға кіріп отырған трейдерлер де бұл кіші базар қатынасушылары есептелінеді. Міне осы кіші базарлардың бұйрықтары, яғни ордерлері жайласқан орынға айтады екенбіз. Liquidity деп. Яғни анығырақ айтатұғын болсақ, базарда жаңағы жоғары да айтып өткен үлкен базар қатынасушылары, яғни хедж фондлар, халықаралық банклер, хитлер, осылардан тысқары маркет мейкерлер бар дедік. Сол маркет мейкерлер базарда жоғары капиталды жүргізіп отырады, яғни бұлар базарға тәсір ету күшіне ие болып табылады, яғни бұлардың капиталы жоғары. Мысалы, кіші базар қатынасушылары даже $1 миллион кірсе де, базарға қандай да бір шамды белгілі мұнда қозғатып қою дәрежесіне де базарға $1 миллион кіріп, сол шамды я жоғарыға, я байға, я селге я көтеріп, я төмен түсіріп жіберу дәрежесінде күшке ие емес. Ал маркет мейкерлер өздерінің жоғары капиталларымен кіргенлігі үшін базарға өзінің тәсірін тигізіп отырады. Яғни маркет мейкерлер көбінен көп осы кіші базар қатынасушыларын базардан шығарып жіберу, яғни базардан пайда алмасықлары үшін, яғни базардан кірген ордерлерін зиянға жүргізудің бақылау әрекетінде болады. Яғни қысқаша айтқанда liquidityді аулайды, олар аңшы есептелінеді. Міне осы кіші базар қатынасушыларының қойған стоп-лосслары, бай стоплары, сел стопларын базардан аулап жүреді деп түсінсеген болады екен. Кейінен ютубта мен ICT бойынша қарапақ тілінде ондай бір видеоларды көре алмадым, яғни бәлкім ізлеп таба алмаған шығармын. Бірақ өзбек тілінде видеолар көп. Осы өзбек тіліндегі видеоларда liquidity біздердің стопларымыз деп түсіндіріп атқан екен. Бұл малуматым тура әлбетте, бірақ тек қана
бұл жерде айтып кететін нәрсе, тек қана стоп-лосслар айтылмайды liquidity деп. Бұл жерде buy стоп-лар sell стоп-лар liquidity-ға кіріп кетеді. Себебі жаңа жоғарыда айтқан маркетмейкерлер міне осы buy стоп, sell стоп-ларды жоққа шығару мақсатында осы liquidity-лерге hüjümлер жасап отырады. Мысал келтіріп өтетін болсақ, базарда біздер білеміз, белгілі бір зоналар менен іслеуші трейдерлер бар. Яғни ол трейдерлер сол белгілі бір зонадан бұзып өтсе, мен байға кіремен, ямаса селге кіремен деп, міне сол зоналарға бай стопларын, сел стопларын жайластырып қояды. Міне маркет мейкерлерім базарда бұны біледі. Сол зоналардан трейдерлердің сел стоп, бай стопларды жайластырып қойғанын біледі. Осы ордерлерді жайластырып қойған трейдерлердің базарда пайда алуына жол қоймайды, яғни оған имканият бермейді деп алсақ болады екен. Сондықтан біз liquidity-ді кіші базар қатынасушыларының бұйрықтары, яғни ордерлері жайласқан орын деп алсақ болады. Кейінгісі, базардағы баға үшін мотор бензині. Бұнда нені түсінеміз? Мысалы біз графикке қарайтұғын болсақ, қандай да бір валюта парасына кірсек, шетте, оң тарапында баға көрсетілген болады. Міне осы баға, егер бағаны машина деп алатұғын болсақ, машинаға не керек? Моторына бензин керек. Міне осы liquidity баға үшін бензин болып қызметін атқарады екен. Яғни, мысалы, жаңа айттық қой, жоғарыда айттық, маркетмейкерлер трейдерлердің стоп-лосслар, buy стоп, sell стопларын аулап отырады дедік, ликвидностьларын. Міне осы стоп-лосс, buy стоплар, sell стопларды жоққа санатып, яғни осы жердегі нелерді алғаннан кейін, яғни қойылған стоп-лоссларды бұзғаннан кейін, жоққа шығарғаннан кейін, базар бағасы импульспенен, мысалы buy стопты алса, импульспенен төменге құлайды, яғни, ямаса sell стопты стоп-лосс, sell сайт liquidity-ді алса, базар импульспенен жоғарға қарап, яғни байға қарап, импульспенен қозғалады. Міне ұсыны базардағы баға үшін мотор бензині дегенде ұсыны түсінсек болады екен. Яғни ликвидность баға үшін бензин қызметін атқарып береді екен. Кейінгісі, максимумлардың жоғарысында, ал минимумлардың төменінде жайласқан болады. Бұнда нені түсінеміз? Liquidity өзі максимумлардың жоғарысында, ал минимумлардың төменінде жайласады. Бұл жерде біз мынаны түсінсек болады. Өзі ликвидностьларды біз үшке бөлеміз. Мысалы, үлкен, орташа һәм кіші ликвидностьлар деп үшке бөлеміз. Соның ішінде кіші ликвидитилер, яғни ликвидностьлар өзі түсінген болсаңыз керек, кіші таймфреймлердегі максимум һәм минимумлардың төбесі һәм жоғарысында жайласады екен. Ал енді жоғары таймфреймлерде, яғни 1 сағатлық, 4 сағатлық, күнлік, һәптелік, айлық, міне осы таймфреймлердегі минимум һәм максимумлардағы жайласқан ликвидностьлар бұл күшлі ликвидностьлар қатарына кіреді.